Ораза ұстайтын адамдарда қандай өзгерістер болады? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Ораза бұл жай ғана таңнан кешке дейін тамақ пен судан тыйылу емес. Бұл адамның денесінде де, жүрегінде де, мінезінде де үлкен өзгерістер басталатын ерекше кезең. Бүгін біз ораза ұстайтын адамдарда болатын нақты, шынайы өзгерістер туралы сөйлесеміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бірінші, ниет пен сананың өзгеруі. Ораза ең алдымен ниеттен басталады. Адам Алланың разылығы үшін деп ниет еткен сәттен бастап, оның ішкі дүниесінде өзгеріс басталады. Құран түскен ай Рамазан. Бұл айда адам күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәт алыстап, өзінің рухани жағдайына үңіледі. Көп адам ораза кезінде намазға тұрақтайды, Құран оқуды бастайды, дұғаға уақыт бөледі. Яғни сана дүниеден бір шама ақыретке ауысады. Екінші, дененің тазалануы. Ғалымдардың айтуынша, ашығу кезінде ағзада аутофагия процесі іске қосылады. Бұл ескі әлсіз жасушалардың тазаланып жаңару процесі. Ораза кезінде асқазан демалады. Қан құрамындағы қант деңгейі тұрақталады. Артық май азаяды. Зиянды әдеттерден бас тарту жеңілдейді. Көп адам алғашқы 3-4 күнде әлсіздік сезінеді. Бірақ 5-6 күннен кейін ағза жаңа режимге үйреніп, жеңілдік пайда болады. Үшінші, мінездің жұмсаруы. Ораза сабыр мектебі. Аш адам тез ашулануы мүмкін, бірақ ораза ұстап жүрген адам өзін тежейді. Өйткені ол қарнын емес, тілін де, көзін де, жүрегін де оразаға ұстайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ораза қалқан деген. Қалқан нені қорғайды? Адамды жамандықтан қорғайды. Ораза кезінде адам боғауыз сөз айтпауға тырысады, біреудің көңілін қалдырмауға мән береді, өсек аяңнан алыстайды. Бір ай бойы өзін тежеген адам Рамазаннан кейін де өзгергенін байқайды. Бір ай бойы өзін тежеген адам Рамазаннан кейін өзін өзгергенін байқайды. Төртінші, жүректің жұмсаруы. Ораза адамды кедейдің, аш адамның халін түсінуге үйретеді. Күні бойы су ішпей жүрген адам, сусыз жүргендер қалай өмір сүріп жатыр екен деп ойланады. Сол кезде садақа беруге, көмектесуге деген ықылас артады. Көп адам Рамазанда садақа көбейтеді, туыстарымен татуласады, кешірім сұрайды, жүрек жұмсарады, менмендік азаяды. Бесінші, уақыт деген көзқарастың өзгеруі. Ораза ұстайтын адам уақытпен өмір сүреді. Сәресіге тұру, ауыз ашарды күту адамның тәртібін өзгертеді. Ұйқы режимі өзгереді. Көп адам айтады, Рамазанда уақыт берекелі болады деп. Себебі адам уақытын жоспарлап бастайды. Қай кезде намаз, қай кезде жұмыс, қай кезде демалыс, тәртіп кірген жерде береке бар. Алтыншы, психологиялық өзгеріс. Ораза ұстайтын адамдарда өзін-өзі бақылау күшейеді. Адам аштыққа шыдай алса, ол басқа қиындықтарға да шыдай алады. Бұл сенімді арттырады. Психологтар айтады, өзін шектей алатын адам мықты адам. Ораза ерік жігерді шыңдайтын мектеп. Жетінші, дұғаның күшеюі. Аш қарынмен жасалған дұға ерекше ықыласпен жасалады. Рамазан айы Рамазан. Бұл айда дұғалар қабыл болады деген үміт күшейеді. Сондықтан адамдар көп тәубе етеді, көп кешірім сұрайды, көп армандайды, және ең бастысы Аллаға жақындайды. Сегізінші, екі қуанышты сезіну. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтқан, ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар. Бірі ауыз ашқанда, екіншісі Раббысымен қауышқанда.
Ауыз ашар сәтіндегі қуаныш бұл ерекше сезім, ал екінші қуаныш мәңгілік. Ораза адамға уақытша рахат емес, мәңгілік сыйды еске салады. Қорытынды: ораза ұстайтын адамдарда дене өзгереді, сана өзгереді, мінез өзгереді, жүрек өзгереді, уақытқа көзқарас өзгереді, сабыр артады, иман күшейеді. 1 айлық тәрбие 1 жылдық өмірге әсер етеді. Сондықтан Рамазан біткенде өзіңізден сұраңыз: мен бұл айда қандай өзгеріс жасадым? Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып, бөлісіп, пікірге видеоның таралуына үлес қосып, пікірге өз сөзіңізді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін.